Бармысыздар қымбатты менің бүгінгі көрермендерім. Бүгінгі жыр алаңы, жыр сайысы дәл осы алаңда өтетін болады. Шынымен де жүрек қатты толқып тұр. Әрине сіздердей тілекшілердің барының арқасында бүгінгі сайысымыз ойдағыдай керемет өтеді деген нық сеніммен айта аламын. Ендеше бүгінгі сайыскерлерді ортаға шақырайын. Қазақстан ұлттық мемлекеттік университетінің бірінші курс студенті Мамырхан Дәурен және Керимов Бауыржан, сонымен қатар Өмірқұлова Мейірім. Әрине, қыздар да қатысады деп ойлап отқан шығарсыздар. Сіздерге тек қана өлеңді жақсы көрсеңіздер болды, баршаларыңыз қатыса аласыздар. Сонымен қатар айта кететінім, алыс-алыс ауылда тұратын жастар, сіздер де қатыса аласыздар. Ол оп-оңай. Ол үшін өзіңіздің осындай алаңыңызға барып, өзіңіздің сүйікті ақыныңыздың өлеңін мәнерлеп, дауыстап тұрып оқып, смартфон телефонына түсіру арқылы төмендегі WhatsApp номерларына жіберуіңізге болады. Сонымен қатар Қазақстан ұлттық арнасы және жыр мүшәйрасы хэштегтарын белгілеу арқылы бізді белгілей аласыз. Ендеше бүгінгі қатысушыларымызды ары қарай таныстырып өтейін.